Өзің бір-екі ауыз айт. Ақсақал, мынау мысалы осы бидайды постоянно өзіңіз алып келесіз бе? Өз қаражатыңызға аласыз ба? Аллаға шүкір. Не үшін соны Мұнда істеп бір мәселе. Хазрат Яхя Масум деген пайғамбар өткен. Закария алейхисаламның баласы. 3 жасында балдар келген есігіне. Яхя кел ойнайық деген. Айтқан ма құлықна лилабын деген. Мен ойын үшін жаратылған жоқпын деген. Сонда Алладан басқа зат керек емес маған дегені. Сонан балдар кеткен. Bir gün Allah'can әуіз қылады Яхя Масум азамат болғанда. Айтады, қай пайғамбар, қай әулие, қай шахид, яғни басын көтеріп айтады, мен өзімнің құлшылығыма сүйенемін деп Құдайжан сүйдейді. Әуіз қылады. Ешкім, еш пайғамбар, еш шахид, еш бір әулие басын көтермейді. Bu yaklaşarsa balam, mı yaklaşarsın? Sonra deseniz, basın götürün, iki avuz kıladı Allah'can. İkinci avuzunda da hiç kim bas götürmeydi. Üçüncü avuzda Yahya Masum aytadı. Ya Masum deyip Arapçada günahsız degen söz. Sonda o kişi aytadı, Zakariya Aleyhisselam balası. Men kulçuluğuma Allah'can suyunem deydi. Sol gözde kara kumurska yok mu? Sol жүгіріп gelip bakayından ustaydı. Ey Yahya, sen desen tünde tahajjud okuyayım dep turup meni basıp öldürdün, men konumdu berdi. Ağzı açılıp kaladı. Сол кезде үйде жүретін қара шыбын бар ғой. Сол шыбын жүгіріп келеді, я Аллахжан дейді. Осы Яхияны кешші дейді. Мен дейді бір күн сенен қорқып жылады, бетіне су ағып көз жасы. Содан бір мейірім қанып іштім шөлінен өлейін деп тұрамын. Соның шарафатына осыны кешші дейді. Аллахжан айтады, кештім дейді. Сонда бір құмырсқа жағы қара шыбын анандай болса, бір ішкен суынан, мынандай кептерлер, бүтін ұшатын құстардың сұлуы, бұған десең мынандай қылып дан шашсаң, бұлар ертең қандай шафағат қылар. Сондықтан халқым, елім ойлаңдар. Біз бидай шашамыз, мен прокуратураға айтам, мен полицияға арыз қылам деп адамдар шаштырмайды бізге. Сондай да бар ма? Бай көп ондай, екі жерді қойдық біз. Ана орталық мешіттің алдындағы айдық не бар осы? Саябақ, айдық. Соған 6-7 қап шашатын ек барып. Сосын полиция келіп сізге не? Полиция емес, соны бастығы келіп маған айтты, мына балдар білмейді деді. Сіз білесіз деді, шашпаңыз bu yaraға деді. 2 жыл болды шашпай кетті. 2 жыл болды. Енді бір... Бұның аты жөні кім білмейсіз ба? Кім соны айтқан? Білмейді. Айтыр мешіттің қызметкері? Жоқ, жағы бақтың бастығы. Соның бастығы. 2 жыл болды біз шашуды қойдық. Сонда қазір 3-4 жерге ғана шашамыз, басқа жерлерді қойдық. Қоймайтын болды. Осы алдың күні ана бір орыс қатын, ана мынаяқта ана жердің аты не? Жолдың бойында бір жер шашатына келіп, біздің кептерлер келіп үйімізге түсады, пәлен қылады. Мен полицияға, прокуратураға жазам деп, сосын онда қойдық. Ой, құдайым-ай. Неше жерден қойдық бір? 3-4 жерден қойдық. Осындай қашан бастадыңыз, ақсақал? Бұл неше жылдан бері сол. Бұрын осында болған жоқ қой. Жоқ, берада емес, анаяқта ойбай, тойдым абшалар. Көп бұдан. Ол түрмеде мен 10 жыл түрмеге отырғылды Назарбаев. Назарбаев туыс емессің ба? Жоқ, қайдағы. Шапраш деп. Мен айттым өзі кіші жүзбін деп. Ойбай, туыс. Шөмекеймін деп. Шөмекейдің айтса. Айттым ғой өткенде. Ұмытып қалды, Шөмекейдің айтса. Әлім Шөмекеймін. Өзім туысым екен. Білдіңіз ба? Мен түрмеде тамақ жемейтінмін. Тамақты үйден балдар алып келетін. Түрменің берген нанын бәрін осы кептерлерге тереземнен шашып тұратынмын. Сонда ойлайтынмын, әгер бір қолымнан келсе, теңіздің үстінен бір жаңа не қылсам, үлкен кеме істесем, үстіне балапандайтын жұмсақ жер қойсам, үстіне десең тарымен бидай шашсам дейтінем. Сол айтқанымды Құдай келуіне берді, менеке осыны шашып жүрмін. 4 жылдай болды түрмеден келген, содан бері шашам. Әуел сол аны саябаққа суяққа шашатын ек. Оны қойды. Одан бір жақтына жана бір бақ бар еді. Оны ұмытып қалдым сол бақта. Онда қойдым. Ана қоймағасы. Қазір ешкім сізді қудаламайды ма? Қысым істемейді ма қазір? Осы 4 күн болды, бір жерді қойдық. Шашпайтын болды. Әу күні бір айдың мұғдарында бір жерді қойдыған үлкен жолдың бойында. Оған да шашпайтын болды. Енді бір жер, аны жерде 2 жер, анаяқта 4-ақ жер қалды. Ешкім үндемейді. Мен таң қаламын, 10 жыл отырдыңыз түнде. Бұны қалай шыдадыңыз, а? Өзіңіз жасыңыз үлкен. Жасым 18-де.
18'den 19'ga qaray. Ой аға біліп, Алла Тағала сізге күш қуат берді ғой ya. Men Mahdi al-Islam'ın kotritimim men. Ana neni görmedin mi ana neni? İnternette gördüm mü ya? Resiye barganızı gördüm men sol Aytdim men Mahdi al-Islam kotritimde muftilarga, dünya muftiyina. Makka şəhəri, Madina şəhəri mufti kuşaqlaşıb durur. Ya. Bärini aytdım o men Mahdi al-Islam'ın kotritimim. Mahdi al-Islam ana Sibirde oturacak kondu bittim o. Yürektin suretini görsettim. Bildin mi canım? Ha bo'ldi biz жұмыстарымыз. Жақсы Алла Тағала. Алла разы болсын. Armağan ettik. Рахмет жігіттер. Алла разы болсын.